Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен венский вафли дайындаймыз. Қаншама рецептерді қолдансам да, осы венский вафли дұрыс шықпайтын. Бірақ осы рецептпен ортасы жұмсақ, сырты қытырлақ өте дәмді вафли шығады. Құрамында қоспалары аз, тез дайын болатын вафлидің рецептісін соңына дейін қараңыз. Қоспалардың салмағы түсінікті болу үшін таразы арқылы көрсеттім. Асханалық таразы арқылы өлшеген кезде ыдысымызды қойып, одан соң тара дегенді басып, нөлге келтіріп, кез келген ішінен затымызды салып өлшей береміз. Біз ең алдымен өзімізге қажетті сары май немесе маргаринді алып өлшеп аламыз. Алдын ала бөлме температурасында майды ерітіп немесе газға баяу отқа қойып қоямыз. Одан соң видеода көрсетілгендей барлық қоспаларымызды өлшеп аламыз. Араластырғанда қантымыз жақсы еру үшін сүтті алдын ала тоңазытқыштан шығарып қоямыз немесе сүтті жылытып аламыз. Қоспаларды өлшеп дайындап алған соң, барлығын рет-ретімен салып, араластырамыз. Вафельницаны майлап алып, алдын ала қыздырып аламыз. Осымен біздің жұмсақ венский вафлимыз дайын, барлықтарыңызға ас болсын. Қант ұнтағын сеуіп, әсемдесеңіз болады. Немесе түрлі сироптарды, балды, тосап, немесе қойылатылған сүтті қолдансаңыз болады. Видео рецепт ұнаған болса, лайк басып, арнама тіркелуді ұмытпаңыз.